үміткердің таңдауы кім? Аруна дейді, Абылайхан дейді, Жанерке деп жатыр, Ақмарал дейді, Еңлік деп жатыр. Ал ендеше жаңа үміткердің таңдауы Абылайхан. Иә, Абылайхан, енді жаңа әзілдегеніңіз дұрыс болыпты бір жағынан. Иә. Себебі сізге үміткер келіп тұр екен сыртта. Не деген, мынадай өзім қуанып қалдым ше. Алдынан бері кішкене бір түрлі болып жүредім. Бір жаңа жылға дейін бір подарка болды ма деп ойлаймын ше. Бәлкім солай шығар, енді шақырайық, иә, ендеше Абылайханның жаңа үміткері келіңіз. Абылайхан, жайғаса қойыңыз. Қош келдіңіз, танысайық өзіңізбен. Есіміңіз? Қош көрдік. Есімім Әсем. Әсем. Әсем, жасыңыз нешеде? 36. 36-дасыз, е? 36 дедіңіз ба? Естілмей жатыр ма сізге? Мен сізге қаттырақ сөйлейін, е? Немесе мен жаныңызға қарай келсем болады? Енді Әсем, Абылайханды таңдап келіпсіз. Қай жақтың тумасысыз? Қай жақтың тумасысыз? Алматы облысы, Есіктен. Есіктен келдіңіз, е? Ал неге Абылайханды таңдадыңыз? Ұнады. Ұнады дейсіз. Ал Абылайхан, сұрақтарыңыз? Жасы 36-да деді, Әсем деген кісі. Бұрындары тұрмыста болып едіңіз? Қаттырақ даусыңызды шығарып айтсаңыз. Бұрын тұрмыста болдыңыз ба деп жатыр. Бала шағаңыз бар ма деген сияқты. Естілмейтін микрофоны. Бұрындары тұрмыста болып едіңіз? Иә, болдым. Бала шағаңыз бар ма? Иә, тұрмыста болдым, бір қызым бар. Әсем емес, Асия ма атыңыз? Иә. Иә, маған айтып жатыр, Асия деп біз қате айтыппыз. Тағы сұрақтарыңыз? Қанша болды ажырасқаныңызға? Толығырақ айтып кетсеңіз негізі. Қанша уақыт болды ажырасқандарыңызға деп жатыр. Кешірім сұраймын, күліп отырғаныма. Мен жаңағы қаттырақ айтып жатырмын, себебі сізге естілмей жатқан сияқты, иә? Бәлкім мен сіздің жаныңызға келермін, иә? Жаңағы ажырасқандарыңызға қанша уақыт болды деп жатыр? Аяғым ауыр кезде ажырасқанмын. Қанша жыл болып еді? 2,5 жыл. 2,5 жыл, иә? Абылайхан, сұрақтарыңызды қойсаңызшы. Осыған қайдасыз деп. Мұндамын. Иә. Ажырасқаннан кейін қарым-қатынас болып па еді? Жоқ, болған жоқ. Қарым-қатынас? Негізі қай жақтың тумасысыз? Негізі? Есік қаласынан Есік қаласынан. Мені таңдап келгеніңізге рахмет. Бірақ енді бір ерекшелі қандай қырларым ұнады? Сол серьезно болған. Иә, өзін еркін ұстайтын, сабырлы, байыпты жігіт деп жатсыз ба? Иә, тағы да алып қосарыңыз болса айта беріңіз. Жақсы. Уайымдамаңыз, қобалжымаңыз. Үйреніп кетесіз сәлден кейін. Барлығы өзіңіз сияқты, барлығымыз өзіңіз сияқты жанбыз. Абылайхан, тағы да сұрақтарыңыз болса? Сұрақ жоқ сияқты. Иә, қатысушылар қолдап кетсе ары қарай сұрақ қойып. Баласа ханым, мен сұрақ қояйын. Иә, Еңлік. Әсия, иә? Әсия, қош келдіңіз. Негізінде шынымен де Абылайға лайықты қыз келді деп ойлаймын енді. Сізге сұрағым, жаңа қызым бар деп айттыңыз, иә? Сол қызыңыз қазіргі таңда өзіңізбен бірге ма, және де бұрынғы әкесі алимент деген нәрселерді төлейді ма? Жоқ, өзіммен бірге алимент төлемейді. Сіздер негізі заңды некеде болдыңыздар, иә? Заңды некеде жоқпыз. заңды некеде болмағанбыз дейді. Асия, қош келдіңіз. Сандуғаш. Сіз немен айналысасыз, жұмыс істейсіз бе? Сосын ата-анаңызбен бірге тұрасыз ба? Қызыңызды қазір кім қарап отыр? Тағы естілмей қалды. Естілмей қалды.
жұмыс жасайсыз ба, немен айналысасыз? Қызыңызды қазір үйде кім қарап отыр? Үйде әпкеме тастап кеткенмін, жұмыс істемеймін, пока балаға қарап отырмын. Тағы, Алан? Осыған сұрайсам бола ма? Негізі қош келдіңіз. Жасыңыз қанша? 36 дедіңіз бе? Абылай сіздің жасыңыз нешеде? Негізі сұрағың дұрыс қойын деп отқан сияқтысың. Талаптар бойынша ма? Хорошо, енді айтсаңыз 31-де. Енді негізі мен білуімше Абылай енді осы уақытқа дейін кілең жас қыздармен танысты ғой енді. Просто бұл келген үміткер енді сізге былай айтайыншы, сіз осы жерде сәл негізі бұл Абылай таңдап келдіңіз ғой, бірақ та мен сізге айтайын, бір үмітіңіз ақталмайтын сияқты, Асия апай, шыны керек айтайын. Просто Абылай қазір сізге сырласуға барады, сырласудан келгеннен кейін құр босқа таныс тоқтата салатын сияқты болды. Абылайхан? Жоқ, өйтіп болжап айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Шымылдық жабық тұр дегендей, білмейміз Иә, ғой. Иә. Асия ханым, қош келдіңіз. Енді менің сұрағым негізі Абылайға болып отыр. Абылайхан жаңа ғана өзі айтып өткен, мен енді жасы үлкен болса да менің көзқарасым жақсы деген секілді осының алдындағы үміткерге қазір енді бір тілегі бірден қабыл болып, дәл сонымен шамалас жастағы кісі келіп отыр екен, үміткер болып. Енді жалпы мен Абылайға сұрағым, бұл кісінің бір баласы бар, енді бұрын тұрмыста болған кісі екен. Сіз Абылай біреудің баласына жалпы әке болуға қаншалықты дайынсыз? Және өзіңіздің таңдауыңызды жаңа баласымен қабылдауға дайынсыз ба? Көзқарасыңыз қалай жалпы ондайға? Мен негізі, бірден айтайыншы, мен негізі біреудің баласына әке бола алмаймын негізінде. Әкелік мейірімді көрсете алмаймын. Бірақ аға ретінде бола алатын шығармын. Бірақ негізінде мен талаптарыма енді бұл кісі үлкен сияқты да, негізі жасы. Бағанағы әзіл болатын Айдана. Жалпы қызды баласымен қабылдауға қаншалықты дайынсыз, ары қарай отбасы болып кетуге деген сияқты сұрақ қой. Жоқ, оған нормально қараймын. Бірақ енді жаңағы әке болып кету деген сияқты нәрсе айтып жатқаным ғой. Жалпы сіздің балаңыз қаншада дедіңіз? Қыз ба, ұл ма? Қызыңыз. Жас нешеде дейді? Енді 3-ке толған сияны барды. 3-ке толады, иә? Кішкентай екен ғой. Осыған сұрақ қоя кетейінші енді. Қош келдіңіз. Ажырастым деп қалдыңыз, бірақ ажырасудың себебін айтпадыңыз да, нендей себептер болды соң құпия болмаса айтып кетесіз ба? Ажырасудың себептері. Ол өгей мамасымен тұратын. Өзінің мамасы қайтыс болған. Мен сыйдырмады. Сол сыйдырмағаннан кейін ажырасып кеттім. Мамасы сыйдырмады, өгей мамасы. Иә, Бауса ханым, айта салайыншы, шынымен де Асия ханым, қош келдіңіз. Өзіңізді жақсы ұстасаңыз болады, себебі біз де сіз сияқты осы үміткер болғанбыз, қобалжығанбыз деген сияқты ғой. Просто бұл жер таныстық алаңы, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, бірақ жақсы болғаны мен Абылай сен айтып жатсың ғой, енді мен талаптарымда деген сияқты жас мәселесі бойынша. Негізі осы күнге дейін шынымен де сен жас қыздармен танысып бір сәл болсын сөзге келмедің, иә, олар жас қыздар болғандықтан сен де оны түсінбедің, олар да сені түсінбеді деген сияқты. Бірақ кеше де айтып қалған болатын, маған өтірік айтпайтын, 200-ді емес қыздар келсе деген сияқты. Мен ойлаймын, негізі сен жауапкершілікті ала алатын ер азаматтардың қатарынансың ғой. Бұл сенің де балан бар деген сияқты. Сен ол мейірімді өзің бере алмағандықтан мүмкін сенің қолынан келетін шығар деп ойлаймын. Осы жерде бір жақсы сырласып көрсең, мүмкін жан дүниесін түсініп бір жақсы таныстық бола ма деп ойлап жатырмын өзім. Енді жұптыққа енді өздеріңіз қарайсыздар ғой, бірақ таныстықта екеуі тіл табыса алады деп ойлап жатырмын. Айжан. Асия ханым, қош келдіңіз. Абылайды негізі көріп келдіңіз ба? Өйткені Абылайдың бір үміткерлерге деген сыйластығы бір қатты бір күшті емес. Осы жерде енді Абылай андай кездессеңіздер сразу видеомен жүреді бар ғой, камерамен жүреді. Сондайға қарсы емессіз ба? Я видео, рилс Айжан, қойшы, айналайын, бір видео түсіріптік, солай, соны бір бүйтіп, бір түймедей түйдей қылып айта берудің қажет жоқ. Жоқ, сен бір... Айжан, бір андай немен сөйлесе, бір күнде түсіріп жүрген сап айтасың. Айтқан нәрсені айтып Тыңдап сөйлейік бір-бірін. Жоқ, қарсы емеспін. Сөз қоя видеоға. Болды, қарсы емеспін. Негізі екеуіңіз жақсы қарым-қатынас едіңіз. Жоқ, бұл кісі андай Бауырсаған, бұл кісі сыртта қазір мен сені қолдаймын, мен сені бүйтемін, мен сені сөйтемін, қазір Абылай дейді, кіретті, басқа нәрсе. Бір кішкене білмеймін, миымен дұрыс етпейді ғой, жүрегімен миы ақылдаспайды ғой деймін бұл кісіде. Бауырса ханым, никогда Абылаймен мен сені қолдаймын деген әңгіме болады. Переписканы көрсетемін, болды. Мен ондай әңгіме болмайды екен бар ғой. Осы жерде не бар, соны айтамын мен. Сенбеңдер ешкімге.
Балауса ханым айта кетсем енді Абылай хан жас қыздармен жараспай жүр ғой, енді замандас келіп отырғанына қуанып отырмын, шыны керек. Ай, замандас. Енді замандас деген араларың 5-ақ жасы, ол ештеңе етпейді деп ойлаймын. Әсия ханым, сізге бір сұрағым бар. Егер бәрі жақсы болып кетіп бара жатса, қанша уақытта тұрмыс құруға дайынсыз? Адам тануыңызға қанша уақыт керек деген сияқты ғой? 1-2 ай. Балса ханым айта кетсем болады ма? Жаңа Айжанның сөзіне қалып кеттім да, Айжан сыртта қолдаймын деген, енді Абылай сен соны түсінбедің ба неге екенін? Саған деген көз салып жүргені бар алдынан бастап. Саған шамалы былай қыз ретінде ұнағысы келген шығар, енді азыр мына үміткер келіп отырғаннан кейін шамалы қызғанып қалғаны бар шығар. Сондықтан да Айжанға дұрыс түсіністікпен қара деп айтқым келеді да. Және де қош келдіңіз, өте әдемі қыз екенсіз. Жалпы екеуіңіз сырт көзге әдемі жарасатын сияқтысыздар. Сізге сұрағым, сіз жалпы Абылайдың мінезіндегі қандай қасиеттерді көріп бағалап келдіңіз? Білмеймін, енді қасиетін бағалап үлгерді ме, жоқ па, таныстық бастала ма, шымылдық ашыла ма, жоқ па, соны біліп алайық. Алды мен енді жарнамадан кейін білетін боламыз.